Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше болып шығатын құймақтардың жасалу жолын ұсынамын. Құрамына сәбіз қосылып жасалады, жылдам дайындалады. Құрамына қопсытқыш, ас содасы қосылмайды. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын құймақтарды сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, сүт, сәбіз, жұмыртқа, сұйық май, ванилин, тұз және қант. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен шикі сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. Қантты саламыз. Сұйық майды құямыз. Тұзды саламыз. Ванилинді саламыз. Еліктен өткізілген ұнның барлығын саламыз. Оның үстіне жылы сүтті құямыз. Барлығын біркелкі масса болғанша блендермен езіп шығамыз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Құймақтың қамыры дайын. Қақпағын жабамыз, бөлме температурасына 20 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте құймақ пісіретін табаны қатты отта қыздырып аламыз. Сонан соң табаға сармай жағамыз. Сармайды алғашқы құймақ пісіретін кезде жағамыз, ары қарай жақпаймыз. Құймақтың барлығын қатты отта пісіреміз. Дайын болған құймақтардың бетіне бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды жағамыз. Сармай жақсаңыздар жұмсақ, одан әрі дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Барлық құймақтарды осы әдіспен пісіріп аламыз. Мінекей достар, сәбізден жасалған өте дәмді құймақтарымыз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін құймақтарды сіздер жасап көріңіз. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.